Бәріне сәлем, бұл видеода біз жаздық жұқа матадан өзімізге кең шалбар тігуді үйренетін боламыз. Бізге қажетті материалдар тізімін, қажетті матаның түрін описание бөліміне жазып қоямын. Мен осы жол осындай мақта матасын алдым. Сосын беліне осындай бір резинке қажет болады. Сосын өзіміздің өлшеміміз бойынша сызылған лекаланы алып келеміз. Осы жерге қазір қалтаны сызып, түрлендіруді бастаймыз. Міне, алдыңғы бойдың жоғары жағындағы жан тігісінен қазір қалтаның формасын сызып аламыз. Мынаны үстеден солға қарай 4 см сызамыз. Төменге қарай бір 16 см сызсақ болады. Осы жерден қолымызды кіргізетін боламыз. Мына жерде 4 см, мына жері 16. Енді осы 4 см-ден төмен қарай бір 9 см сызамыз. Төмен түсіреміз толықтай. Енді мына мықын сызығы мен бөксе сызығын теңдей екіге бөлеміз. 4 см, менде 8 екен, 4 болады. Мына пайда болған екі сызықты лекал сызғышымен осылай дөңгелетеміз. Лекаланы қазір калькаға көшіріп аламыз. Мен мына жаздық шалбар үшін қалтаны осындай кішкентай еттім. Егер сіз телефон, кілт салатын болсаңыз, мына мықын сызығы мен бөксе сызығын теңдей бөлмей-ақ, осы бөксе сызығымен созып тереңдетсеңіз болады. Мінекей қалтаның мына төмен жағын осылай алсаңыз болады. Сонда мінекей қолыңыз еркін сиятын болады. Жан тігісі, жоғарғы бөлік, ал мына ортаңғы тігіс барлығына 1 см қосымша береміз. Тек қана төмен жаққа балаққа, алдыңғы артқы бойға 3 см беріп қиып шығамыз. Енді бізге шалбардың белін осы лекаладан өлшеп алу қажет болады. Мынау артқы бойдың белі, мынау алдыңғы бойдың. Тек лекаланы өлшейміз. 26,5. Мына жақта менде 22. 4 см біз қалтаға қиғанбыз, 26 болады. 26 қосу 26 тең 52 см болады. Тігіске 2 см береміз. Ұзындығы мінекей 54, ал ені ол сіздің резинкеңізге тікелей байланысты. Мен резинкемнің ені 2 деп аламын. Оны 2 еселеймін 4 және тігіске 2 см 2. Яғни 54-те 6 болатын матаның бөлігін қазір қиып аламын. Яғни мынау 54-ті біз бүктеген жерде жатамыз. 2 еселегенде ол бізде 108 см болуы керек. Мінекей белдіктің матасы, бауымыздың матасы, енді қалтаны пішеміз. Қалтаны мына бөліктен пішіп алайық. Мына жерді максимально қолдану үшін бірінші мына осылай бүктеп алып, 2 дана қиып аламыз. Жан жағынан 1 см қалатындай етіп қиямын. Алдыңғы бой, артқы бой, белімізге арналған бау, белдіктің матасы, қалтаның мына 2 бөлігі және мына бөлігі. Енді қалтадан бастап тігуді бастаймыз. Қалтаның 2 бөлігін және алдыңғы бойды алып келеміз. Алдыңғы бойды ашамыз. Қалтаның мына қиылған бөлігін алып келеміз. Оң жағын бір-біріне беттестіреміз. Шетіне 5 мм жеткізбей тігін машинасында тігіп аламыз. Шетіне 5 мм жеткізбей тігіс жүргіздік. Енді мына припуск тура осылай жатады. Мына қалтаны осылай ашамыз. Бүкіл припуск мына қалта жақта жатуы керек. Осылай ашып отырып, қалтаның шетінен 1 мм жеткізбей тігіс жүргізіп аламыз. Мінекей осылай тігіп алғаннан кейін қалтаны осылай ішке кіргіземіз. Енді шетіне 5 мм жеткізбей осы жерді тігіп аламыз. Мінекей тігіп алдық. Матаның оң жағына екінші қалтаның бөлігінің оң жағын осылай жатқызамыз. Мына басынан бастап, соңына дейін оверлоктаймыз, сосын тігін машинасында тігіп аламыз. Қалтамызды тігіп алдық. Енді қалтаны осылай ішке кіргіземіз. Осылай түйреп аламыз 2-3 жерден. Жоғарғы жағына шетіне 5 мм жеткізбей тігіп аламыз осы жерді. Артқы бөлікті алып келіп жатқызамыз. Оң жағын бір-біріне беттестіреміз. Жан тігістерінен түйреп шығамыз. Ең бірінші оверлоктап шығамыз, содан кейін шетіне 1 см жеткізбей тігіп аламыз. Енді ортаңғы тігісті тігеміз. Бірінші инемен түйреп аламыз ау тігісін. Тігін машинасында тігіп,
оверлоктап шығамыз. Мінекей екі балақтың да жан тігістерін, мына ортаңғы тігістерін қосып тігіп оверлоктадық. Енді бір балақты оң қаратамыз. Оң қаратылған балақты мына екінші балақтың ішіне саламыз. Ал тігісін оверлоктап аламыз және тігін машинасында екі қайтара тігіс жүргіземіз. Мінекей шалбарымыздың формасы келіп қалды. Енді бізге белдігі мен төмен жағын өңдеу қалды. Белдіктің матасын алып келеміз. Ең бірінші мына бауымыздың матасын өңдеп алайық. Ол үшін мына қысқа енін бірінші 1 сантиметрге, содан кейін теңдей екі бүктеп, әр бөлікті 1-1 сантиметрге қайырып, үтіктеп шығамыз. Дайын түрінде мына ені 1 сантиметрден кішкентай болуы қажет. Қазір шетіне 1 миллиметр жеткізбей, мына бүктелген жерден айналдыра соңына шейін тігіп шығатын боламын. Матасын теңдей екіге бүктеп, тігісті екі жаққа қаратып үтіктедік және белдікті екіге бүктеп үтіктеп алдық. Резеңкені алып келеміз. Өзіміздің белімізді өлшейміз. Оған 1-2 сантиметр қосамыз. Резеңкені бір-біріне осылай жатқызып, тігіс жүргіземіз қазір. Осылай тігіс жүргізіп алдық. Енді мына резеңкені мына белдіктің матасына кіргізіп, қазір тігін машинасында шетіне 1 сантиметр жеткізбей айналдыра тігіп алатын боламыз. Мінекей дайын түрінде осындай белдік пайда болады. Енді осы белдікті шалбарымызға қосамыз. Белдіктің матасын теңдей 4-ке бөліп аламыз. Осылай ине түйреуіштермен 4 жағын түйреп қоямыз. Шалбарды алып келеміз. Мінекей ине түйреген жерлерді мына шалбардың 4 бөлігіне дәлдеп жатқызамыз. Осылай түйреп алғаннан кейін тігін машинасында шетіне 1 сантиметр жеткізбей тігіп оверлоктаймыз. Содан кейін мына шалбардың төменгі бөлігінде оверлоктап аламыз да 3 сантиметрге қайырып үтіктейміз. Мінекей шалбарымыздың жоғарғы бөлігін тігіп алдық. Тігісті оверлоктадық, оверлок тігісін төмен қаратып үтіктедік. Енді бізде бағанағы бау бар. Сол бауды мына жерге алдыңғы бөлікке қалағаныңызша тігіп қойсаңыз болады. Бірінші вариант ол осылай бантик тәрізді етіп, өзіңіз байлап, содан кейін тігін машинасында 2-3 қайтара жүрсеңіз болады. Немесе теңдей екіге бөліп, тура мына жерден осылай тігіп қойсаңыз болады. Арасында өзіңіз жіберіп тұрасыз және байлап тұру үшін де. Төменгі жақты біз жаңа оверлоктап алдық, содан кейін 3 сантиметрге қайырып үтіктедік. Енді тігін машинасында шетіне 2,5 сантиметр жеткізбей айналдыра тігіп шығамыз. Мінекей осымен біздің жаз мезгіліне арналған жұқа матадан тігілген кең шалбарымыз дайын болды. Осындай өте ыңғайлы, әдемі тігілген қалтасы бар. Белдігі өте сапалы, терлетпейді жаздың ыстық күндері. Осындай әдемі декорлық бантигі де бар, бауы да бар. Оны тіксеңіз де тікпесеңіз де өз еркіңіз. Осылай еркін тұрады. Төменгі жағын мінекей қайырып тігіп алдық. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Егер ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Ол каналдың ары қарай дамуына көмектесетін болады. Сіздермен болған Гүлхан. Келесі кездескенше.